директор Тырна. Сіз мұнда не істеп тұрсыз? Сарбаз Бүркіт. Мұна көрініске сүйсініп тұрмын. Бірақ неге сонша тесіле қарап тұрсыз? Ол жақта ештеңе жоқ. Кейбіреулердің көре алмағанын басқалары көреді. Ай туады, күн батады. Оның тартылыс күші мұхит бетінде толқындардың пайда болуына әсер етеді. Сонда бұл толқындардың пайда болуы. Айдың әсерінен бе? Енді байқадым. Керемет. Енді кетуім керек, мырза. Мектеп асханасының тартылыс күші менің жанармай багымның ішінде толқын тудырып жатыр. Бүркіт келіп жетті. Енді тамақтануы керек. Ашы ғой. Бұл не өзі, Эва? Құрма. Түсінбедім. Сонда құрма деген не? Құрма жеуге жарамды жеміс. Олсы дәрумені мен кальцийге бай. Сәлем, достар. Сәлем, Қара торғай. Рауғаш. Құрма рауғаш. Біздің техникалық мүмкіндігімізді қолданып отырып, әрі дәмді, әрі жақсы сусын жасауға болар. Сенмен келісуіме тура келер, Бүркіт. Біреу директормен осы жайында сөйлесуі керек. Кім? Не? Асханаға дәмді сусындар әкелу жайында директор Тырнамен кім сөйлесе алады? Мен қайдан білейін? Меніңше, академиядағы сарбаздар атынан шығып сөйлей алатын біреудің барғаны дұрыс. Мысалы, сынып старстысы сияқты. Старсты ма? Иә, басқалардың да қалауын ескертіп тыңдайтын біреу. Бізге... Бүркіт керек. Иә, солай. Старсты болуды үлкен құрмет санайын. Мен дауыс беру керек деп айтайын дегенмін. Білесің бе, барлығы дауыс береді. Дауыс беру? Әрине, өздерінің қалаған үміткерлеріне. Бізге дауыс берудің не қажеті бар? Себебі ең әділ жол осы. Басқа сарбаздардан жай ғана сұрай салмаймыз ба? Ей, тыңдаңдар, сендер кімге дауыс бересіңдер? Бүркітке дауыс береміз. Менің ойымша, мен де өте жақсы староста бола алар едім. Сонда Бүркітке қарсы шықпақсың ба? Білмеймін. Не десек те ол біздің жақын досымыз. Қыңыр мінезін есептемесек. Сәлем, достар. Мен сендерге бірнеше плакаттар алып келдім. Әдемі солай ма? Енді менің ұраныма құлақ салыңдар. Жеңімпаз тобына қосыл. Ол Бүркіттің тобы. Жеңімпаз болатыныңа неге сонша сенімдісің? Маған қарсы кім шығады деп ойлайсыңдар? Мүмкін, мен жеңермін. Сен бе? Тыңда, Шымшық. Сен кереметсің, ақылдысың, тәртіпті сыйлы шабандоссың. Бірақ старсты оған қоса, атақты да болуы керек. Мысалы, мен сияқты. Сенің атағың бар екені рас. Бірақ старстыға керекті басты қасиет оның жақсы ұсынысының болуы. Жақсы. Онда бір-бірімізге қарсы шығайық. Бұл қызық болады. Дауыс берушілер кімді таңдар екен? Бүркітке дауыс береміз! Бүркітке дауыс береміз! Бүркітке дауыс береміз! Бүркітке дауыс береміз! Қаршыға, сарбаздарға қанша жаңа жанармай дәмі керек деп ойлайсың? Білмеймін. Сан жетпес. Қаршыға, бүкіл әлемнен сан жетпес түрлі дәм таба алмайсың. Менің санауыма сүйенсек, мен 5 түрлі дәмді сенімді ұсына алам. Кешір, Шымшық, мен Бүркітке керекпін. Ол да менің досым ғой. Бүркіт шақырдың ба? Иә, сен Шымшықтың қасында болдың ба? Сонымен ол не ұсынбақшы? 5 жаңа жанармай дәмін. Керемет, ал мен сан жетпес түрін ұсынам. Бірақ Шымшық айтқан. Кетуім керек. Сонымен, Бүркіт не істеп жатыр? Ол жанармайдың сан жетпес дәмін ұсынбақшы. Сан жетпес пе? Ол ақмақтық қой. Шымшық оны ақмақтық деп ойлайды. Керемет демекші шығарсың. Менің санауымша, біз жазғы демалысқа қосымша 2 апта сұрай аламыз. Клуб базасындағы жаңа айы. Немесе ол айдағы жаңа үй базасы деді ме? Әлде үй клубындағы жаңа айы. Жаңа ай базасындағы сэндвич үйі. Я солай. Және ай базасында жаңа әдемі клуб. Сондықтан да мен керемет ғарыш академиясының старостысы бола аламын.
Керемет болды Шымшық. Бірақ старст ретінде ойыңда ұшқыр болуы керек. 5 жаңа жанармай түрі ме? Неге сан жетпес түрін ұсынбасқа? 2 апта көбірек демалыс па? Ал 2 айға қалай қарайсыңдар? Және де айдағы кіп кішкентай клуб па? Ол жайында ұмытыңдар. Юпитердің кем дегенде 66 серігі бар. Сатурнда 62. Тіпті Марста 2 бар. Біздің жеке меншік серігімізге қалай қарайсыңдар? Жақсы болды. Бірақ жеңімпаз тек біреу ғана болады. Ренжіген жоқсың ғой, солай ма? Тіпті олай емес. Сонымен бірінші неден бастамақшысың? Нені айтасың? Сан жетпес дәмдер жаңа ғаламшар серігі. Сонда соның барлығын мен істеуім керек пе? Әрине. Иә, еш қиындығы жоқ. Кешіріңіз, онда жерге жаңа серік қосайын. Бүркіт, менің есептеуімше жерге жаңа серік қосу қателік болады. Сен қалай қарайсың? Ол жайында алаңдама. Ай тура үлкен астероид сияқты. Жерді айналып жүрген кішкентай тас. Одан да кішірек тасты тауып алып, іліп қоя салу керек. Тағы бір ай туып келе жатыр. Сенің Марс орбитасында қалып қойғаның керек емес. Міне осылай. Керемет. Бүркіт келіп қонды. Жаңа аймен сәлемдесіңдер. Директор қонақ басқару бөлмесіне шақырып жатыр. Сенің кішкентай жаңа айыңның әсерінен үлкен толқындар пайда болуда. Я, білемін. Қошеметтер Жоқ, дейсің бе? Бүркіт. Біз шынайы толқындар жайында айтып тұрмыз. Ал толқындар. Олар теңіз деңгейінен асып кетті. Біздің не жайында сөйлескеніміз есіңде ме? Айдың тартылыс күші жердегі мұхиттардың толқынына себепші деп айтып едім ғой. Әрине есімде. Сенің жер орбитасына қосқан астероидыңның да тартылыс күші бар. Бұл көп қиындық тудырады. Тартылыс күші одан бетер артып, су деңгейін әдеттегіден көп есеге көтереді. Соның салдарынан алып толқындар пайда болады. Мені тыңдағаныңда ештеңе де болмас еді. Егер мен сені тыңдасам дауысқа түсуден жеңілер ем. Сонымен Старс мырза, не істемекшісіз? Ол астероидты жер орбитасынан дереу алып тастауымыз керек. Теңіз деңгейі көтеріліп келеді. Басқармадан Бүркітке бастаймыз, Бүркіт. Түсінікті басқарма. Қалың қалай, достым? Мына балақай тартып жатқаныма 10 минут болды. Орнынан қозғалар емес. Жер орбитасына бірдеңені алып келу оңай. Ал оны қайтадан алып шығу өте қиын. Көмек артық болмас еді. Егер бірігіп жұмыс істесек, біздің күшіміз бұл астероидты жер орбитасынан итеріп шығаруға жетеді. Солай ма, директор мырза? Дәл солай, сарбаз Шымшық. Жақсы, ендеше бірге. Итеріңдер. 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 Теңіз деңгейі түсіп келеді. Қауіптің алдын алдық. Бір апаттан аман қалдық. Шымшыққа дауыс берейік. Шымшыққа дауыс берейік. Шымшыққа дауыс берейік. Шымшыққа дауыс берейік. Бүркіт, не Сені істеп жатырсың? старстылыққа сайлап жатырмын. Менің күнделікті шаруаларым көп. Және оған қоса жарыстарым да бар. Шынымен бе? Я. Негізі сен маған қарағанда жақсы старсы бола аласың. Мол ақпарат білесің. Атағың көп деп айта алмаймын. Бірақ сен оған лайықсың. Жақсы, Бүркіт. Менің есептеуімше, сен дәл қазір бос сөзді доғаруың керек. Шымшыққа дауыс берейік. Шымшыққа дауыс берейік.
қаршы қадам